Так, ассаляму алейкум. Начнем, иншаллах. Бисмиллахи, альхамдулиллахи, нахмаду настагину, настагфируху, наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати амалина. Ман яхдихилlahu фала мудилля лаху, ва ман юдлил фала хадия лаху, ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лаху, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Так, өткен сабақта біздер накира мағрифа деген түсініктерді қозғаған едік, иә? Накира мағрифа деген түсініктерді қозғаған едік. Сол уақытта біз айттық, мысалы, әл деген артикль қосылған уақытта сөзге ол нақтыланады. Ол сөз уже нақты сөз, нақты объект, иә, нақты үй осы жерде. Мысалы, мына сөйлемде әл-бәйту кәбирун, мысалы, нақты үйді айтып жатырмыз, иә, нақты үй туралы айтып жатырмыз, оның үлкен екенін, иә. Накира мағрифа деген түсініктерді өттік. Енді мағрифа, иә, так. Мағрифа, қандай сөздер мағрифа болады? Қандай сөздер, қандай жағдайда мағрифа болады? Иә, соны қозғап кетейік иншалла. Бірінші, ол өткен сабақта білгендей, сөзге әл артиклі қосылса, иә? Сөзге әл артиклі қосылса. Сөзге әл артиклі қосылса, бізде сөз мағрифа болады, иә? Сөз конкретно болады, определенный болады, иә? Тағы да мағрифа болатын сөздер, өзімен өзі мағрифа болатын сөздер бар. Ол мысалы Мұхаммад, ол мысалы Фатима, ол мысалы Мәкка, қалалардың аты, өзендердің аттары, адамдардың аттары, кез келген аттар, атаулар, олар тоже сами по себе мағрифа болып саналады. Неге? Потому что біз Мұхаммад десек, ол Мұхаммад басқа емес, ол Халид емес, Хамид емес, ол Мұхаммад. Ол Фатима десек, ол Фатима, ол Мариям емес, ол Хадиджа емес, ол Фатима. Макка десек, ол Макка, ол Медина емес, басқасы емес, Макка. То есть ол конкретно. Өздерімен өздері уже нақты. Өздерімен өздері уже нақты сөздер. Оған ешқандай әл артиклін қаттан қосып, оны мағрифа қылатын қажеті жоқ. Олар өздерімен өздері мағрифа уже. Понимаете, сестры, да? Первый вариант. Мағрифа болып саналатын нәрселер олар сөзге, исім сөзге әл артиклі қосылғанда. Исім сөзге әл артиклі тек исімдерге қосыла алады, сестры. Сол уақытта жаңағы исім айтып тұрған әл-бәйту, мысалы, әл-қоламу, то есть нақтыланады, конкретизируется. Екінші момент ол адам аттары, өзен су аттары, қала аттары, олар жалқы есімдер деп айтады, қазақ тілінде. Солар бізде тоже өздері мағрифа болып саналады, сестры. Келесі, сами по себе мағрифа болатын нәрселер, олар әна, әнті, әнти, хуа, хия деген сияқты, дамирлер, дамирлер местоимения деп аталады. Местоимение вместо имени деген мағына. То есть, мен, мысалы, Мұхаммад айтса, мен Мұхаммад, бірдемен айтса, ол мен Мұхаммад деп өзіме өзі айтпайды, ол өзін аты, мысалы, ол әна деп айтады, мысалы, әна. Мысалы, сен Мұхаммад деп, мысалы, Мұхаммадқа айтатын болсақ, Мұхаммад деп айтпайық, әнта десек те болады. Мысалы, әйел адамға айтсақ, әнти десек те болады. Ол да айтатын болсақ, хуа, ана дейтін болсақ, хия. То есть, мен десем, ол мен, басқа ешкім емес. Әнта, сен десем, ол сен, басқа ешкім емес. Мысалы, әнти, сен десем де, сенен басқа ешкім емес. Хуа, ол. То есть, одан басқа ешкім емес, мен емес, сен емес, ол. Тоже өзімен өзі нақты сөздер, өзімен өзі мағрифа сөздер. Понимаете? Мағрифаның тізімін алып жатыр қазір. Тағы да мағрифа нәрселер, ол біздер өткен исім ишаралар, сестры. Біздер өткенде сабақта исім ишаралар. Мысалы, хәза, залика деген сияқты. Неге? Потому что біздер хәза дейтін болсақ, уже на конкретную вещь мы указываем, на конкретный объект указываем, да, хәза. Залика, анау, тоже на конкретную вещь указываем. Они тоже сами по себе являются мағрифа сөздер. Мағрифа сөздер болып есептеледі, сестры. Мағрифа сөздер бұдан кішкене көбірек, бірақ алдағы уақытта олар иншаллах келеді. Понятно, 4 нәрсе осы өздерімен өздері мағрифа болатын нәрселер. Әл артикльмен тұрған сөз, адам аттары, жануар аттары болатын болса, өзен, су, қала,
және мен, сен деген сияқты местоимение, дамиры былай айтқанда, арабша, және хәза, залика сияқты және тағы басқа исім ишаралардың барлығы бізде өздерімен өздері мағрифа болады. Жалпы мағрифа деген түсініктерді не үшін бізде өтеміз, не үшін өтеміз жалпы, мағрифа, накира дегендерді. Біздер сөйлемді құрастырамыз. Міне біздің сөйлеміміз, міне бізге мысал ретінде келіп тұрған мысалы, ол әлбәйту кабирун. Сөйлем, біз сөйлеуді үйренеміз, иншалла, сөйлемді дұрыс құрастыра білуді үйренеміз, сондықтан керек бізге накира, мағрифа деген түсініктер сөйлем. Енді сол сөйлем деген нәрсеге тоқталамыз. Қазір сөйлем деген нәрсеге тоқталамыз. Араб тілінде сөйлем деген жумля деп аталады, Араб тілінде сөйлем деген жумля деп аталады. Енді дұрыс құрастырылған, ойы аяқталған сөйлемді жумля муфида деп айтады, сөстірін. Жумля муфида деп айтады. Муфида. Жумля муфида деп айтады. Пайдалы сөйлем деп айтады. Кәдімгі бұл термин, пайдалы сөйлем деген араб тілінің грамматикасының термині. Ол не деген? Жумля муфида деген. Жумля муфида деп араб тілінде кемінде 2 сөзден тұратын дедік, Кемінде 2 сөзден тұратын, оның әрбір сөзі, оның бөлігі болып есептелетін, дұрыс құрастырылған, ойы аяқталған сөйлемді айтады. Ойы аяқталған. Мен айтсам, егер мен саған барсам, деймді тоқтап қала. Мен тыңдап тұрған адам не істейді? Күтеді мен ары қарай не айтатынымды, Ол ой аяқталған ба? Ой аяқталмаған, солай ғой. Ой аяқталмаған. Мысалы, тағы мен айтсам, расында мен деп тоқтап қалсам, мен аяқталған ба ойым? Аяқталмаған, Және мені жаңағы тыңдап тұрған адам менен тағы бір ақпарат күтеді қосымша, Ол аяқталмаған ой. Сондықтан ол жумля муфида бола алмайды. Араб тілінде де егер солай сөздерді жазып ойды аяқтамасақ, ол жумля муфида болмайды да. Понятно это? Енді кемінде 2 сөзден тұратын, оның әр сөзі оның бөлігі болып есептелетін, дұрыс құрастырылған дедік, Дұрыс құрастырылған деген араб тілінің грамматикасы бойынша дұрыс құрастырылған. Мысалы, мына жерде біздер әлбәйтудің орнына әлбәйти, мысалы, кабиронның орнына, кабирунның орнына кабирин деп просто так жаза алмаймыз. Грамматика деген сөз сөйлемнің ішіндегі сөздердің, әр сөздің, дұрыс құрастырылуын, және соңғы положенияларын қарайды. Соңғы положениялеріне дамма қоямыз ба, касра қоямыз ба, фатқа қоямыз ба деген сияқты соңғы положенияларын қарайды, сөздер. Соңғы положениялеріне сәйкес біздер сөйлемді құрастырамыз. Соңғы положениялеріне қарап, грамматика сол үшін бізге соны зерттейтін ғылым негізі. Сөйлемдерді зерттейтін, сөздерді емес, сөздерді зерттейтін ғылымды біз білеміз сарф екен, Енді жумля муфида деген түсінік кәдімгі термин, ол араб тілінде термин, пайдалы сөйлем. Пайдалы сөйлем деп жаңағыдай сөйлемді айтамыз. Егер дұрыс құрастырмаса, ол жумля муфида бола алмайды деген сөз, Енді жумляның 2 түрі болады. Араб тілінде 2-ақ түрі болады. Жумляның 2 түрі болады. Ол жумля исмия және жумля фиғлия, Жумля исмия және жумля фиғлия дедік, Жумля исмия, жумля фиғлия. Олар неліктен олай бөлінеді? Себебі олардың жумля исмияның өзіндік құрастырымы бар, жумля фиғлияның өзіндік құрастырымы бар. Сондықтан олар бөлінеді. Құрастырымдары, талдаулары әртүрлі болғандықтан, олар екіге осылай жумля деген бөлінеді. Исмия немесе фиғлия. Жумля исмия дегеніміз ол исім сөзден басталатын сөз деп айттық, Жумля исмия деген сөз исім сөзден басталатын сөз. Мысалы, әлбәйту жаңағы біздің айтсақ болады, немесе басқа. Мухаммадун толибун деп айтсақ болады. Бұл исім сөзден басталама, ол жумля исмия болып саналады. Жумля фиғлия дегеніміз фиғлден басталатын сөздер. Мысалы, захабат толибу иләл мактабати. Пошел студент в библиотеку. Так, орыс тілінде пошел студент деп айта аламыз, алдыға қоя аламыз сөйлемнің басына. Қазақшада біздер етістікті көбінесе сөйлемнің арт жағына тастайды, бізде мысалы бардым мен деп
бардым мен мектепке деп олай просто сөйлем айтқанда біз айтпаймыз. Мен мектепке бардым, мен базардан келдім деген сияқты. Бардым, келдім деген іс-әрекетті білдіретін сөздерді біз сөйлемнің аяғына тастаймыз. Ал араб тілінде іс-әрекетті білдіретін сөздер сөйлемнің басында жазыла алады. Сөйлемнің басында жазыла алады. Ол сондықтан да жумля фиғлия деп аталады. Егер сөйлемнің басында фиғл тұратын болса, ол жумля фиғлия деп аталады, иә. Және біз білеміз, жумля фиғлия дейміз, фиғлден басталатын сөз. Фиғлдің 3 шағы болатын білеміз, иә. Мысалы, захабат толибу илал мактабати дегеніміз, ол студент библиотекаға кетті, барды дегенді білдіреді. Ол өткен шақтағы нәрсе, иә. Мысалы, оны язхабу ат-толибу илал мактабати деп осы шаққа қоя аламыз. Осы шақты оны екінші томда өтеді иншалла. Осы шақтың етістіктерін, қалған шақтардың барлығын екінші томда алады. Язхабу толибу илал мактабати дегеніміз студент библиотекаға барады, немесе бара жатыр дегенді білдіреді. Жалпы күнде барады, мысалы, обычно оның ісі шаруасы болатын болса, солай айта аламыз. Язхабу толибу илал мактаба. Әрине, студенттер барады ол библиотекаға. Барады, иә. Әсіресе баяғы кезде барып жүрді. Баяғы заманда, қазір енді білмеймін. Бұл жерде язхабу дегеніміз не? Фиғл. Осы шақтыкі, не? Захаба деген фиғл мадин деп аталады. Өткен шақтың етістігі деп аталады. Фиғл мадин. Язхабу дегеніміз фиғл мудорих деп аталады. Осы шақтың етістігі. Осы шақ дегеніміз мудорих деп аталады араб тілінде. Келер шақ осы мудорихтың бір тармағы болып есептеледі. Сондықтан келер шақты отдельно айтпайды. Оны оңай құрастыру оңай, сосын оны келер шақты мудорихқа кіргізеді сөз түрі. Және амр болады. Амр ол бұйрық райы. Амр, иә, біз айтамыз, ол мен көп айтамын, то что қазақтарға біздерге араб тілін оқу кішкене оңайырақ деп ойлаймын иншалла, потому что бізде көптеген сөздер бар, мағынасы дөп түсіп, сол мағынада біздің қазақ тілінде де жүретін. Мысалы, амр деген сөз әмір ету, иә, бұйрық беру. Бұйыру, иә, сол сияқты амр деген араб тілінде де етістіктің шағы бар. Мысалы, изхаб илал мактабати я толибу деп мысалы айтамыз. То есть, иди в библиотеку, о студент деп айтылады. Бұл жерде амр етіп тұрмыз, бұйырып тұрмыз, я, изхаб деген фиғлден басталып тұр. Бұл фиғлдер амр деп аталады. Фиғл амр деп аталады. Түсінікті ме? То есть, бұл үш сөйлемді не үшін бердік? Бұл жерде фиғлдің әр түрлері кездескен. Және бұл сөйлемдер фиғлден басталғандықтан, бұлардың барлығы, осы үш сөйлемнің барлығы жумля фиғлия деп аталады. Иә? Жумля фиғлия деп аталады. Енді жумля фиғлияны біз білеміз, кейінірек өтеді. Алдымен әрине жумля исмиямен толық танысуымыз керек. Толық оны үйренуіміз керек иншалла. Толық оны үйренуіміз керек екен. Мысалы, әл-бәйту кабиру деген сөйлемді алайық. Әл-бәйту кабирун деген сөйлемді қарастырайық, иә? Бізде жумля исмиямен танысамыз. Алдымен жумля исмиямен жақсырақ танысатын боламыз. Исім сөзден басталды. Әл-бәйту кабирун. Жумля исмия. Енді жумля исмия исім сөзден басталады, және ол исім сөз мубтада деп аталады. Деп айттық, я, мубтада деп аталады. Мубтада ол былай қазақшаға кішкене келтіретін болсақ, ол бастауыш дегенмен кішкене келеді мағынасы жағынан. Әрине басқа жағынан емес, мағынасы жағынан. То есть мубтада дегеніміз бастау. Нені бастау? Нені бастадық? Біз бір ойды айта бастадық, я? Бір ой туралы, бірдеме туралы біз айта бастадық. Сол, біз айтамыз ғой, мубтада дегеніміз не дегенде? Это главный объект, о котором идет речь деп айтамыз, я? Главный объект, о котором идет речь. Это мубтада. То есть, басты объект, біз не туралы, ойы дұрыс, есі дұрыс адам, я? Барлығымыз, альхамдулилля, сөйлегенде бірдеме туралы бастап айтамыз. Я? Мысалы,
мына үй үлкен екен, мысалы, иә, дала суық екен, күз келді деген сияқты нәрселерді біз бастап айтамыз, бірдеңе туралы бастап айтамыз. Солар муптада деп аталады, сөздер. Муптада дегеніміз араб тілінің грамматикасындағы кәдімгі сөйлем мүшесінің аты. Сөйлем мүшенің аты, кәдімгі сөйлем мүшесі муптада деп аталады. Және сол объект туралы, жаңағы басты объект туралы басты ақпарат бізде хабар деп аталады, иә? Хабар дегеніміз, енді қазақ тілінен де біз білеміз, хабар деген ақпарат жалпы, иә? То есть хабарлайды. Просто хабарламайды, ол жалпы қосымша хабарлар, қосымша жалпы ақпараттар болады, иә? Бұл хабар дегеніміз именно ең басты ақпарат. Осы объект туралы, муптада туралы ең басты ақпарат бізде хабар болып есептеледі. Түсінікті ме? Енді обязательно бұдан не ой түйдік? Жумля исмияда обязательно, муптада обязательно хабар болу тиіс дейміз, иә? Ол неліктен? Обязательно главный объект, о котором идет речь, болу керек, иә? Және сол главный объект туралы басты ақпарат болу керек. Мысалы, әл-бәйту кабирун деген сөзді, сөйлемді біздер былай айта аламыз. Әл-бәйтул кабиру, мысалы, иә? Әл-джамилу дейміз да, біз тоқтасақ, бұл сөйлем болмайды. Неге? Бұл барлығы бізде нағыт деген сөйлем мүшесі болып кетеді, иә? Нағыт деген сөйлем мүшесі дейсіз, қандай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, әдемі үлкен үй, немесе үлкен әдемі үй не болыпты оған? Хабар қайда бізде? Хабар жоқ, иә, сөздері. Мысалы, үлкен әдемі үй, біз айтып тұрған жоқпыз үйді үлкен әдемі деп айтып тұрған жоқпыз. Біз үлкен әдемі үй деп айтып тұрмыз, потому что қандай үй үлкен, қандай үй, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Үлкен әдемі үй дедік та тоқтап қалдық. Бұл мынаяқта хабары жоқ сөздері. Сондықтан хабары болмаған, муптадасы болмаған сөйлемдер бізде жумля исмияда дұрыс болмайды, жумля муфидаға жатпайды. Мынау мысалы біздің қазір айтып тұрған сөйлеміміз, жумля муфидаға жатпайды, себебі хабар жеткіліксіз. Хабар қайда? Жоқ. Ол не болыпты? Ол үлкен әдемі үйге. Қайда болыпты? Ол кімдікі, немесе қандай ақпарат айтқымыз келіп тұр? Ол белгісіз, иә? Сондықтан бұл жумля муфида болмайды. Жумля муфида болмайды, себебі хабар жоқ. Сондықтан біз айтамыз, жумля исмияда ең басты мүшелері муптада, хабар. Оның ішінде обязательно муптада, обязательно хабар болу тиіс дейміз. Обязательно муптада, обязательно хабар болу тиіс деп айтамыз. Түсінікті ме? Ал басқа қосымша ақпараттар, толықтауыш, басқа деген сияқты, қандай деген сұраққа жауап беретін, мысалы, неше түрлі ақпараттар олар қосымша болып саналады. Түсінікті ме? Жақсы. Енді бізде муптада хабар туралы айттық, иә? Муптада хабар туралы айттық. Жумля исмияның бұлар ең басты сөйлем мүшелері болып табылады. Жумля исмияның ең басты сөйлем мүшелері болып табылады. Жумля исмияның ең басты мүшелері муптада және хабар. Енді мына сөйлемге мән берейік, иә? Әл-бәйту кабирун сөйлемін қарайтын болсақ, өздері екі сөзден тұрып тұр, иә? Біз айттық, жумля муфида кемінде екі сөзден тұрады деп. Бұл жерде екі сөз бар, значит, біреу муптада, біреу хабар. Понятно, что біздер уже білеміз, муптада бізде әл-бәйт екенін білеміз, иә? Кабирун ол хабар екенін білеміз, себебі үй туралы айтып жатырмыз, оның үлкен туралы айтып жатырмыз, иә? Біреу муптада, біреу хабар. Енді біз байқасақ, муптадамыз бізде мағрифа болып тұр, иә? Ал хабарымыз бізде накира болып тұр. Неге? Араб тілінде айтылады, в основе муптада мағрифа деп айтылады. В основе муптада мағрифа деп айтады. Ал хабар в основе накира деп айтады. Хабар в основе накира деп айтады. Бұған себеп мынандай, мысалы, мынаны біз үлкен үй деп аудармаймыз. Үлкен үй деп аудармаймыз сөздер. Поэтому, когда переводите предложение, имейте это в виду. Многие бывает, что путают и говорят үлкен үй, большой дом. Нет, так не переводится. Дом
большой. Мы про дом говорим, и про него ахбарат, главный ахбарат мы говорим. И скажем, үй үлкен, үй үлкен. Сол сияқты неге хабарды накира дейді, иә? Оған әрине мындай мысалда айта аламыз. Әл-бәйту, әл-кәбиру деп екеуінде мағрифа қылатын болсақ, біздер уже үлкен үй деп аударып кетеміз. Үлкен үй деп аударып кетеміз, потому что мына жерде ол мынаған нағат болып тұр, сестры. Ол мынаған нағат болып тұр. Үлкен үй. И что с этим үлкен үймен? Понимаете? Үлкен үй. Ол бойынша хабар жоқ. Мына әл-кәбир деген сөз хабар бола алмай тұр. Ол нағат болып кетіп тұр. Әрқайсысы әр сөз бір сөйлем мүшесі болады ғой, солай ғой. Бұл жерде ол нағат болып тұр да. Хабар бола алмай тұр. Сондықтан хабарда айтады, что в основе он накира деп, сестры. Понятно? В основе, когда мы предложение строим, муптаданы мағрифа қыламыз, және хабарды накира қыламыз, сестры. Это понятно? Понятно. Поэтому перевод, имейте в виду, сестры, перевод это важно, как вы понимаете это, да? Дом большой. А здесь, во втором случае, большой дом. Мы начали о большом доме. Мы не начали о доме, мы начали о большом доме говорить. И не сказали. И поэтому это не считается джумля муфида. Это не считается джумлей муфида, сестры. Почему? Потому что мы говорили, обязательно должен быть муптада и обязательно должен быть хабар. Понятно, да? Хорошо. Теперь далее. Мы говорим о падежах. Почему здесь муптада такая дама? Почему это тоже танвин дама, да? Мы білеміз, танвин дама, просто дама да жазылады, иә? Неге именно осылай жазылған? Почему не касра? Почему не фатха, мысалы, иә? Почему? Оған тоже есть объяснение, конечно же. Это тоже грамматиканың бір бөлігі, сестры, иә? Грамматиканы сол үшін өтеміз. Сондықтан дұрыстап үйреніп алыңдар, иншалла. Енді сол нәрсеге тоқталатын боламыз. Мағрифа накираны түсіндік, муптада хабар болатын түсіндік. Енді ары қарай падеждерге әрине тоқтаймыз. Біздер білеміз, исім сөздерге қатысты үш падеж барын білеміз, иә? Исім сөздерге қатысты үш падеж барын білеміз. Ол рофун, ол наспун, және ол жаррун. Жаррун деген падеждер, иә? Насп и жар. Роф, насп и жар. Роф дегеніміз, рофтың ең басты белгісі ол дамма, сестры. Рофтың ең басты белгісі ол дамма. Дамма немесе танвин дамма екеуі жатады. Насп септігінің ең басты белгісі ол фатха. Ал жар септігінің ең басты белгісі ол кәсра. Екен білеміз, иә? Ол исім сөздерге қатысты падеждер, сестры. Бұл жерде фатха танвині бар, немесе просто фатха бар. Кәсрада да танвин кәсра бар, немесе просто кәсра бар, иә? Сондай бізде үш падеж барын білеміз. Ол роф, насп, немесе жар. Осылар исім сөздерде болады, сестры. Енді біз айтамыз, сөз роф септігінде тұр десек, оған бір сөзбен не дейміз? Марфуғун деп айтамыз, иә? Сөз насп септігінде тұр деп көп сөзбен айтпай, бір сөзбен не дейміз? Мансубун дейміз, иә? Сөз жар септігінде тұрған сөзді біз не дейміз? Мәжрурун дейміз, иә? То есть, жар септігінде тұр деп көп айтпай, бір сөзбен мәжрурун, бір сөзбен мансубун, бір сөзбен марфуғун деп айтылады. Түсінікті ме? Енді грамматика ережесі бойынша бізде муптада және хабар всегда марфуғун. Муптада және хабар всегда марфуғун, сестры. Понимаете? Марфуғун. Не ол марфуғун? Қайсы? Міне, марфуғун. То есть роф септігінде жүреді. Всегда. Муптада және хабар всегда марфуғун, сестры. Әл-бәйту кабирун. Видим?
біз білдік мынау мубтада мынау хабар екенін. Сосын бізде мына жерде харакаттар болмағанның өзінде де біздер уже мынандай қысқа сөйлем болса да уже сөйлем ғой, бұны уже біз дұрыстап құрастыруды білеміз. Себебі біз қандай сөйлем мүшесі болып тұрғанын білеміз. Ал мубтада хабар всегда марфуғун екенін біле тұра, біздер мына жерге уже дамманы өзіміз-ақ қоя аламыз және айта аламыз солай. Понимаете, бізге не үшін керек грамматика, сестры? Енді ал-иғропқа көшейік. Иғропқа көшейік. Ол иғроп дегеніміз ол не? Ол талдау, жай айтқанда, жай сөзбен айтқанда, қысқа сөзбен айтқанда талдау. Нені талдау? Сөйлемді талдау. Сөйлемнің ішіндегі сөздерді таңдау, талдау. Ол сөздің ішіндегі басты харакатын қарамаймыз, ортаңғы харакатын қарамаймыз. Қандай положениесін қараймыз? Біздер сөйлемнің ішіндегі сөздердің соңғы положенияларын қараймыз. Осы нәрсе ал-иғроп деп аталады, сөстрім. Ал-иғроп деп аталады. Енді әл-бәйту кабирун дегеннің талдауын жасап көрейік. Біз айттық, қазақ тілінде біздер бастауышты бір сызықпен, баяндауышты екі сызықпен сызатынбыз деп. Ал араб тілінде иғроп талдау, ол әр сөзді жазу арқылы, қандай сөйлем мүшесі, соның бәрін жазу арқылы орындайды. Мысалы, әл-бәйту бірінші тұрмас, оны бірінші жазамыз. Әл-бәйту оған қандай сөйлем мүшесі дейміз? Әрине оған мубтада дейміз, марфуғун дейміз, оның падежін обязательно айтады. Бұл талдау жасаудың араб тілінің талдау жасауының реті, тәртібі сондай, сөстер. Мубтада марфуғун ва ғаламату рофахи ад-домма деп айтамыз, То есть, және оның роф екенін белгісі ол дамма. Роф екенін белгісі ол дамма деп айттық, Солай ретімен жазамыз. Және кабирун. Оған не дейміз? Ол хабар. Марфуғун ва ғаламату рофахи ад-домма деп айтады. Түсінікті ма? То есть, талдауды осылай жасайтын. Әр сөзді сөйлемнің ішіне біздер жаздық. Әл-бәйту мубтада марфуғун ва ғаламату рофахи ад-домма. Роф екенін белгісі дегенді білдіреді, Ва ғаламату рофахи дегеніміз роф екенінің белгісі, алама деген белгі деген сөз, Оның роф екенінің белгісі бізде дамма. Дамманы жазып, біздер роф екенін білдірдік. Понимаете? Кабирун хабарун. Сөйлем мүшесі хабар. Ол да марфуғун, всегда марфуғун дедік, роф септігінде. Ва ғаламату рофахи домма деп оған да айтамыз екен. Осылай иғроп орындалады, осылай талдау орындалады, сөстрі. Бұл талдау. Енді жаңа мубтада хабар дедік, Хабар сөйлемнің ішінде, сөстрі, бірнеше түрі болады. Хабардың бірнеше түрі болады. Ол хабар муфрат деп аталады, хабар шибухул джумля деп аталады дедік, Және хабар джумля деп аталады дедік. Хабар джумля. То есть, хабар муфрат дегеніміз, хабар, когда бір сөз болып келеді. Мысалы, бір сөзге біздер хабарун марфуғун деп айтамыз. Мысалы, жаңағы әл-бәйту кабирун, немесе әл-қоламу максурун деген сөйлемде, максурун деген сөзге біздер бір сөз, максурун деген бізде бір сөз. Сол бір сөз муфрат деп аталады. Бұл хабардың түрлері, сөстер. Хабардың түрлері. Хабар бывает муфрат, бывает шибхуль джумля, бывает джумля. Так, сөйлемдерде солай ғой. Когда хабар выражен одним словом, хабар называется муфрат. Ал шибхуль джумляның екі түрі барын білеміз, Шибхуль джумля дегеніміз ол бір конструкция сондай, бір құрылым сондай, бір сөз тіркес сондай. Сондай сөз тіркес бір, ол шибхуль джумля деп аталады. Неге ол шибхуль джумля деп аталады? Себебі ол джумляға ұқсайды. Джумля тектес деп айттық, Джумляға жақын, бірақ джумля емес. Ол не деген сөз? Бірінші түрі ол харф жармен исім мажрурдың қосындысы дедік, Бізге шибхуль джумляны береді. Харф жармен исім мажрурдың қосындысы бізге шибхуль джумляны береді. Ол қандай? Мысал.
Әл-қоламу, мысалы, әл-қоламу аләл мактаби. Аләл мактаби. Екінші түрі, ол бізде зорф дедік, сөстірі? Зорф. Ой. Ол зорф дедік. Зорф, сосын плюс мудофун илейхи дедік, Зорф плюс мудофун илейхи дедік. Олар бізде шибхул джумляға жатады дедік, Шибхул джумля. Неге шибхул джумля деп аталады атауы? Себебі ол сөйлем тектес. Неге сөйлем тектес? Потому что ол да екі сөзден тұрып тұр. Міне. Аля бір сөз, әл-мактаб бір сөз. Екі сөз ба? Ал біз айттық қой сөйлемді. Сөйлем дегеніміз, джумля дегеніміз. Кемінде екі сөзден тұратын дедік, Бұл именно түрі жағынан екі сөз болғанымен бізге джумляны беріп тұрған жоқ. На столе, на парте деген бізге бір ой аяқталған ой бере ме? Бермейді, Сондықтан ол сөйлем емес. Просто шибхул джумля, сонда конструкция екі сөзден тұратын, Осыларды бізде шибхул джумля деп айтамыз. Бұл жерде аләл мактаби хабар болып жүретін, Сендерге қайталау болғасын, біздер міне қазір иншаллах шарх бойынша 4-ші сабақта аламыз. Сонда осындай нәрсе өтеді. Ол не? Шибхул джумля конструкциясы, харф жармен плюс исм маджрурдың конструкциясы шибхул джумля. Және хабар бывает джумля, сестры. Целая джумля, Мысалы, бізде джумляны қарастырып отырмыз, мұндай бір джумля бар, Мұндай бір джумля бар. Оның ішіне кішкентай джумля кіріп кеткен. Ол да джумля. Толыққанды джумля. Понимаете? Оның муптадасы бар, оның хабары бар деген сияқты. Ол бірақ кішкентай джумля, мына жердегі үлкен джумляның муптадағы болып тұр ғой, мысалы. Соның хабары болып тұрады да. Соның хабары болды. Целая джумля. У нас бывает тоже хабаром, сестры. Оларды иншаллах ортасында өтеміз, кітаптың. Енді иншаллах біздер шархтың 4-ші сабағына кірсек. Иншаллах. Өткенде бізде шарх бойынша 3 сабақты толық алдық. Адарсу робио. 4-ті урок. Хуруфул жар. Хуруф дегеніміз харф деген сөздің көпше түрін екенін білеміз, Былай айтқанда харф жар. Харф жар дегеніміз жар септігінің харфы деп аталады. Олай неге аталады? Себебі бұл харфтар, оның ішінде фида, аля, сосын иля, сосын мин деген сияқты харф жарлар келген. Бұлар одан да көп, 10 шамасында, 10-нан астам примерно харф жарлар. Жалпы әртүрлі мағынада, Олар неге харф жар деп аталады? Олар себебі өзінен кейін тұрған исімді жар септігіне қояды. Жар септігіне кәсірамен қойғандықтан олар харф жар деп аталады. Сөстірі. Түсінікті ма? Харф жар деп аталады. Енді әрі қарай оқиық. Хуруфул жар. Тәжурру лисма ләзи бa'даха бил касрати. Жарлайды исімді дейді. Жарлайды, былай айтқанда мен жалпақ тілде айтып тұрмын, жар септігіне қояды исімді, который после себя дейді. Аллази бa'даха бил касра. Касрамен қояды дейді. Мысалы, Мухаммадун фил байти. Мухаммадун фил байти. Мысалы, бізге бір мағына айтуымыз керек. Біз Мұхаммадтың үйде екеніміз айтуымыз керек. Біз Мұхаммад және үй деген сөзді білеміз. Олай қалдыра алмаймыз. Мұхаммад үй, Мұхаммад дом. Біз Мұхаммад в доме деп айта алмай тұрмыз да, сол себепті бізге не керек? Харф жар керек, осындай мағына береді. Мысалы, фил деген харф жармен жүреді, Сонда бізде Мұхаммадун фил байти деген мағына шығады. Мұхаммад в доме. Соның ішіне бізде фи деген харф жар, әл-байти бізде кәсірамен тұрады. Әл-байти кәсірамен тұрады. Мысалы, орыс тілінен ол білінеді кішкене. В деген отдельно жазылады, Мысалы, в дом деп просто айтпаймыз ғой, дом деп просто айтпаймыз, мысалы, Доме деп айтамыз, қосамыз, Сол сияқты, араб тілінде де харакаттардың өзгеруі басқа бір мағына беруге
бергенді білдіреді сөздер. Мухаммадун фил байти. Мухаммадун фил байти. Так, далее. Ясирун фил гурфати. Ясир в комнате. Аминату фил матбахи. Амина на кухне или в кухне, да? Аль-коляму аля мактаби. Ручка на столе. Ат-тифлю аля сарири. Ребенок на кровати. Ат-толибу аля курсии. Студент на стуле. Хораджаль мударрису миналь фасли. Вышел учитель из класса. Фатимату миналь хинди. Фатима из Индии. Хазаль коляму мин Мухаммадин. Это ручка от Мухаммада. Деген сияқты бізге сөйлемдер берілген. Ары қарай мына шарх бойынша оқып шығайық, иншаллах. Сосын мыналардың осы харф жарларға қайтып ораламыз. Айна дейді. Айна деген бізде суалун анил макан дейді. Суалун анил макан. То есть орын туралы сұрақ дейді. Айна, қайда, где дегенді білдіреді. Где дегенді білдіреді. Айна Мухаммадун. Мухаммадун фил гурфати. Айна Фатимату. Фатимату фил матбахи. Сосын әрі қарай тағы да бізге жирныймен бізге берген мәзә деген сұрақ. Мәзә дегеніміз тең дейді. Мәхәзә. Мәхәзәнің қысқа түрі сөздері. Мәзә деген мәхәзәнің қысқа түрі. Ли гойрил ақыл. Әрине ақылсыздарға арналған сұрақ иә сөздері. Мәзә алал мактаби. Ал-қоламу алал мактаби. ماذا على السرير الساعة على السرير ماذا على المكتب محمد على المكتب. Бұл дұрыс емес дейді. Неге? Себебі Мұхаммад алал мактаби дегенге біз мәзә деп айтпаймыз. Мән деп айтуымыз керек. Солай ғой. Мән алал мактаби десек, Мұхаммадун алал мактаби деп айтуға болады. Солай ғой. Ары қарай. Ал-аламул муаннасу ла юнауану деп бізге целый ережені жақшаның ішіне тақырып қылып берген. Бұл не? Аль-алям деген имя собственное сөздер. Имя собственное деген сөз, ол кәдімгі жалқы есімдер, жалпы айтқанда атаулар, конкретный аттар. Аль-муаннасу женский род аттары дейді. Женский родтағы аттар дейді. Ла юнауану деген тәнуин деген сөз осыдан шыққан ғой. Ла юнауану тәнуинделмейді былай айтқанда. Тәнуинді қабылдамайды дегенді білдіреді. Сонда имена собственные женского рода не принимают тәнуин деген сияқты мағына шығады. Мысалы, Мухаммадун деп айтатын болсақ, Аишату деп тәнуинді қоймаймыз, просто даммамен айтамыз сөздері. Аммарун десек, Аминату, Ясирун, Марьяму, Алиюн, Фатимату. Аишатун, Аминатун, Марьямун деген болмайды. Себебі ол араб тілінің ережесі сондай. Араб әйел адам аттары тәнуинді қабылдамайды сөздері. Ары қарай линияның астында бізде минал байти дегенді бізге берген. Ол не деген сөз? Мин деген харф жар асылы сөздері. Мина деп тұрған жоқ қой. Мин деген харф жар бар бізде. Сукунмен бітетін. Содан кейін мысалы әл-хинди деген сөз болса, әл-хинди деген сөз болса, біз білеміз, мынау васлы хамзасы екенін білеміз, әл дегендегі. Мына жерде васлы хамзасы ортасында сөйлемнің оқылмайды. Сөйлемнің ортасында болса оқылмайды. Сонда бізде екі сукун кездесіп қалады. Араб тілінде қатарынан екі сукунды кездестірмейді сөздері. Қатарынан осылай әріптер тұрады, ол жазылып. Қатарынан екі сукунды кездестірмейді. Неге? Потому что оны оқи алмайды. Оқу мүмкін емес. Минл байти деп оқи алмаймыз ғой. Сондықтан бізде мин деген харф жарға временный не қояды? Фатха қояды. Сонда минал хинди оқи алу үшін минал хинди деп мына мин деген харф жарға асыл сукунмен оған бізде не? Екі сукун кездескен уақытта оны временный фатхалайды сөздер. Сондықтан біздер жаңа Фатимату минал хинди деп оқыдық, сөйлемдерде жаңа мысалдарда болды. Сосын мин және әл дегендегі қосылды, екеуі кездесті дейді. Мина деп фатхалады дейді. Хуррикатин нуну харакатталады деген нун
жаңағы мына нун әріпін айтып жатыр, мин дегеннің нунын. Хурикати нун, харакатталады нун. Бил фатхати, фатхамен, манаган лилтико иссакинайни. Былай айтқанда, предотвращая встречу двух сукунов. Екі сукунды болдырмас үшін дейді. Түсінікті ма? Екі сукунды болдырмас үшін осындай. Сөйтеді араб тілінде екі сукунды кездестірмейді. Обязательно біреуімен бірдеме қылады. Я түсіріп тастайды, я алып тастайды, я өзгеріп тастайды деген сияқты. Никогда екі сукунды бірдей кездестірмейді сестры. Так, әрі қарай. Мысалы, Мухаммадун фил байти деген сөзді қарайық, сөйлемді қарайық сестры. Шарх осымен бітті ғой 4-ші сабақ. Енді мына харф жарларға оралайық. Неге ораламыз? Теориясын алдық, бізде иғробын алған жоқпыз. Иғробына тоқталуымыз керек екен иншалла. Енді Мухаммадун фил байти. Кім туралы айтып жатырмыз? Жумля исмия. Кім туралы айтып жатырмыз? Мухаммад туралы айтып жатырмыз. Значит, Мухаммад бізде не? Муптада, Мухаммадун деп жазамыз. Мухаммад деп жазамыз. Оған муптада дейміз. Марфуун дейміз. Ва аламату рофхихи ад-домма деп айтамыз, Еуропта жаңа солай өттік. Және Мухаммад бола ала ма, вообще муптада бола ала ма деген сұрақ туатын болса, біз айтамыз, бола алады. Неге? Себебі ол мағрифа сөз. Жаңа мағрифалардың тізімінде адам аттары тоже болды, сестры. Олар өздерімен өздері мағрифа болды, Оларға әл артиклін қосып, тағы бірдеме нақтылау үшін ештеме қажеті жоқ. Өздерімен өздері мағрифа сөздер, Сондықтан Мухаммад деген сөз бізде муптада бола алады. Сол Мухаммад туралы біз айтып жатырмыз, ол сөйлемнің басында тұр. Сондықтан ол муптада деп түсіндіресіңдер. Муптада марфуғун ва аламату рофхи дамма. Содан кейін келген сөз бізде фи, харф жар, мабниюн аля сукун, ла махалла лаху минал иғраб делінеді, Ол не деген? Ла махалла лаху минал иғраб. То есть, біз білеміз, араб тілінің сөздерінде талдау жасағанда, кейбір сөздер муғраб болады, екіге бөлінеді. Муғраб болады, немесе мабни болады. Муғраб дегеніміз ол не? Харакаты өзгеретін сөздері. То фатха болады, то касра, то дамма болып өзгереді. Қалай не үшін өзгереді? Себебі сөйлемде орындары қалай соған байланысты, өзгереді. Ал мабни сөздер өзгермейтін сөздер. Қатып қалған, застывшие деп айтады, Және кейбіреулер біз айттық, өлімен тірімен салыстырады, Муғраб деген, тірі деген сөз, ол қолын былай қозғалтады, Өлі деген сөз жатады болды, Мысалы, қозғалмайды ғой, солай ғой. Жоқ қозғалыс, жоқ. Ал муғраб ол қозғалады, былай қозғалады, өзгере алады деген сөз. А мабни өзгере алмайды деген сөз, сестры. Сондай сөздер болады, кейбіреулер өзгереді. Мысалы, муғрабқа қандай сөздер жатады? Мысалы, әл-китаб деген сөз, мысалы, әл-китаб бұл бола алады кейбір кезде. Мысалы, әл-китаби деп өзгере ала ма? Өзгере алады, мысалы, әл-китаба бола алады. То есть, сөздің соңы өзгерте алады. Ал кейбір сөздер бар, олар өзгере алмайды. Өзгермейді вообще. Жаңа соның ішінде харф жарлардың барлығы сестры. Мин, фи, аля, иля деген барлық харфтар мабни сестры. Барлық харфтар мабни. Сосын тағы да мабни сөздерге жатады. Хаза, залика деген исм ишаралар бәрі мабни сестры. Залика деген сияқты. Мысалы, залика деген сөз никогда залика деп тұр ғой. Залику, залики деп өзгермейді никогда. Понимаете, они застывшие, солай қатып қалған сөздер. Олар мабни деп аталады сестры. Осында екі түрге бөлінеді Еуроптағы сөздер сестры. Еуропта талдап атқанда солай бөлінеді. Сондықтан мына фиге не жаздық? Харф жар, мабниюн аля сукун деп айттық. Неге айттық? Себебі ол на что он застыл? Фидің біз соңы сукун екенін біліп тұрмыз, Бізде көбісі шатастырады мына фиді касра деп, Жоқ, касрамен бітіп тұрған жоқ. Ол фәнің харакаты касра, ал өзі сукунмен тұр, солай ғой. Сондықтан мабниюн аля сукун, он застыл как бы на сукун деп айтады. Мабниюн аля сукун. Сосын ля махалла лаху минал иғраб дейді. Ол не деген? Оның иғрабта орны жоқ деген. Ол не деген?
жалпы мына частицалар ғой, мына харфтар, иә. Олар бір просто бір көмекші, сондай бір мағына беру үшін керек та, кішкене ғана. Бірақ өздері бір сөйлем мүшесі болып, бір хабар болып, өздерімен өздері олай жүрмейді. Ешқандай падежді қабылдамайды, мысалы. Сондықтан ля махалля лаху минал иғраб дейді. Махал деген орын, иә. Оның иғрабта орны жоқ дегенді білдіреді. Түсінікті ма? Сондықтан харф жар мабниюн аля сукун ля махалля лаху деп айтады бізде. Жалпы сондай сөздерге, харф жарларға мысалы. Әл-бәйти. Біз білеміз, харф жардан кейін қандай сөйлем сөз жүреді? Исмун маджрурун жүреді, иә? Исм маджрур жүреді. Всегда харф жардан кейін не тұрса да, оның барлығы исм маджрур болады, сөзтірін. Иә? Харф жардан кейін всегда исм маджрур болады. Ол исм маджрур дегеніміз тоже бір сөйлем мүшесінің аты. Сөйлем мүшесінің аты. Исм маджрур. Неге маджрур? Себебі ол жар септігінде ауысып кетті. Фи соны ауыстырып жіберді. Сол фи соған әсер етті. Солай ғой. Исм маджрур ва аламату жаррихи аль-касра деп айтылады, деп жазылады. Ва аламату жаррихи аль-касра, то есть оның жар екенінің белгісі касра. Солай ғой, касра қоямыз ғой мына жерге. Қоямыз, себебі ол жар септігінде. Жар септігінің ең басты белгісі ол не? Касра. Жарда тұрғасын, оған касра қоямыз. Солай ғой. Фил бәйти деп. Енді біздер әр сөзді талдадық, бөлек әр сөзді талдадық, және біздер хабарды тапқан жоқпыз. Хабар бізде шыққан жоқ бөлек. Бұл жерде хабар сонда бұл не? Шибухул джумляны құрап тұр, сөздер. Сонда вашибухул джумля фил бәйти фи махалли роф хабар деп айтатын себебіміз сол. То есть бізде хабар бір сөз емес уже, оған хабар марфуғын деп айтпаймыз, Фил бәйти, оған қай жерде марфуғын көріп тұрмыз ба? Ол роф септігінде тұрған көрмейміз, себебі ол екі сөздің құрастырымы бойынша құрап тұр, шибхул джумля. Сол бізде хабар болып тұр, солай ғой. Және сол үшін фи махалли роф деп обязательно оның падежін орын алып тұр дегенді жазамыз. На месте падежа роф, на месте роф деп айтады. Фи махалли роф, себебі хабар болғандықтан сөз тұр. Хабар у нас всегда марфуғын дедік қой, мубтада және хабар всегда марфуғын. Сондықтан фи махалли роф деп мына жерде указывать етеді сөз тұр. Хабардың орнын алса мына шибхул джумля. Түсінікті ма? Фил бәйти фи махалли роф хабар болады. Неге біздер фиді отдельно хабар демедік? Жалпы деген мубтада хабарды қалай түсіндік? Біз айттық қой, мубтада хабар ең басты мүшелері дедік. Значит, бізде сөйлемде мубтада хабарды просто қалдыратын болсақ, бізде сөйлем бұзылмау керек, жалпы ой қалу керек. Сонда біздер Мухаммадун фи десек, ол хабар бола алмайды, во-первых, ля махалли лаху минал иғраб дедік, ешқандай сөйлем мүшесі бола алмайды дедік. Мухаммадун фи деген бізге бір мағына да бермейді, мағына бермейді ғой. Мухаммад в что? В где? Непонятно, да? Және Мухаммад әл-бәйти. Әл-бәйти дегенді да өзін біз хабар дей алмаймыз өзіне. Неге? Себебі ол, во-первых, касрамен тұр, а хабар всегда марфуғын дедік біздер, солай ғой. Хабар всегда марфуғын. Ал бұл касрамен тұр, неге? Потому что фи оған әсер етіп, маджрур қылып тұр, Бұл маджрур болып тұр, оны марфуғын дей алмаймыз. Және мағынасы жағынан да Мухаммад просто доме деп айтпаймыз ғой, Мухаммад всын айтпай доме десек, тоже түсініксіз, что доме. Ол уже орысша грамматикаға сәйкес емес, грамматикаға сәйкес емес. Сондықтан Мухаммад әл-бәйти деген тоже бізде мубтада хабар болмайды. Сондықтан сөз түрі бізде мына шибухул джумля деген сөз тіркес екеуі қосылғанда хабарды бере алады. Екеуі қосылғанда міне фи махалли роф хабар деп тұрмыз. Түсінікті ма? Жақсы. Сұрақтарыңыз болса, иншаллах, маған шығарсыңдар, иншаллах. Жақсы, Далее. Осымен бізде 4-ші сабақ аяқталды. Харф жарларға біздер иғрабтарды көрсеттік. Шибхул джумляны көрсеттік. Шибхул джумля ол не? Екі түрі болады дедік, екінші түрін иншаллах келесі сабақта аламыз. Бүгін харф жар мен исм маджрур қосындысын алдық.
Харф жар мен исм мажрур қосындысында болған шипқул жумла түрін алдық. Яғни сол шипқул жумла хабар болып келген моментті көрсеттік, иә? Именно хабар болып келген моментті көрсеттік. Жақсы. Осымен тоқтаймыз иншалла. Субханаке Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Баракаллаху фикунна, сестра, джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.